Sen Free Fire oyunымен таныстың деп ойлаймын. Бұл ойынды барлықтарың білетін шығарсыңдар. Free Fire ең қауіпті ойын екенін айтып беретін боламын. Бұл Free Fire Қазақстандағы оқушылардың 75% ойнайды екен. Ал қалған 20% PUBG ойнайды. Қалған 5% тиктокерлер. Мен де бұл ойынды ойнағанмын, бірақ та мен өз күшімді салып бұл ойынды дәлелдеп тастадым. Free Fire 2020-да жабылады деп айттым басқа видеода, бірақ жабылмады. Free Fire'дың разработчиктері қазір түрлі акциялар жасап, тегін магический куб беріп, содан кейін адамдардың бәрі Free Fire жақсы көріп кетіп, оны ойнай береді. Сол кезде олар түрлі акциялармен ойыншылардың бәрін азарт қылып жібереді. Наркотик сияқты, ал ойнайтындар наркомандар. Біле білсеңдер, бұл ойын Россия мен Орта Азия елдерінде қатты танымал болып кеткен ойын. Бұрынғы видеоларымды көрсеңіздер болады. Free Fire үшін өлген бала жайлы оған кішкене фантазиямды қосып кеттім. Кейбір жерлерін өтірік айтып, барлық жерін өтірік айтсам ол видеода. Бұл Free Fire'дың негізгі мақсаты әлемді жаулап алу болады. Ол кезде барлық адамдар Free Fire вирусымен ауыратын болады. Так что қазірден бастап осы ойынды удалить етіп тастайық. Бәріміздің қолымыздан келеді деген ойдамын. Так, теорияға сүйенетін болсақ, біз Free Fire'ға кіргенде бізді мынандай көзбен Гарена деген жазу қарсы алып отырады. Көз деген бізде ол дьяволдың белгісі, біле білсеңіздер. Келесі, біз Индонезияның картасына кірдік, және де анау жерде Малайзия деген жер тұр. Малайзияның кейбір әріптерін алып тастап дұрыстайтын болсақ, бізде Азия деген жер шығады. Ал Қазақстан Азияда тұрады. О май гад. Короче, дәл қазір мен өз профилімде тұрмын, және де анау жерде менің авамды көрсеңдер, бір түрлі неге ұқсайтын көріп тұрсыңдар, дәдіш, типа шайтанға ұқсайтын бірдеңке тұр. Өзім қорқып кеттім, қазір қарап тұрмын. Дәл қазір сіздерге осыған ұқсас бір